Баршаңызға сәлем. TikTok әлеуметтік желісі қауіпті ме атты жобамыздың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Елімізде TikTok-тың аясында әр жастың, әр саланың ерекшеліктеріне қарай пайдалы контенттерді қалыптастыруға мән берген жөн секілді. Бұл жоғарыда айтқандай бейбастақ іс-қимылға баратын жастарды ойлануға, өз іс-әрекеттерінен қысылуға, кемшілігін түзеуге бағыттар еді. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйрылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша, дейді Абай 38-ші сөзінде. Хакім сөзін басшылыққа алатын бір бағыт осы. Әлеуметтік желілерді қалай қауіпсіз етуге болады? TikTokқа тіркелуге және белсенді пайдалануға келетін болсақ, 13 жасқа толған бала қолданушы бола алады. Бұл талап пайдаланушы келісімінің 11-ші тармағында жазылған. Енді сұрақ, қосымшаны жасаушылар осы сәтті басқара ала ма? Әрине жоқ, сондықтан клиптерді 6 жасқа толмаған балалар да көре алады. Ата-аналар балаларының қызығушылықтарына мұқият болу керек және жағымсыз ең кішкентай қоңырауларға назар аудару керек. TikTokты қанша бала көреді? Статистикаға сәйкес, TikToктың белсенді қолданушыларының саны әлемнің түкпір-түкпірінен 350 миллион адамды құрайды. Олардың тек 1 миллионы Қазақстаннан. Тіркелген пайдаланушылардың шамамен 50% кәмелетке толмағандар. Олардың 90% күн сайын өз аккаунттарына кіреді. Мәселені шешу үшін сіз бірнеше нұсқаны көре аласыз. Ата-ана бақылауын қолдануды үйрену. TikTok пен басқа әлеуметтік желілерді баланың өмірінен толығымен алып тастаңыз. Интернетте өткізген уақытта түбегейлі шектеңіз. Сонымен қатар қаралым тарихына қол жеткізіңіз. Балаға TikTokты қалай орнатуға болады? Алдымен сіз жеке статус мәртебесін таңдауыңыз керек. Бұл иесіне абоненттерді мақұлдауға және немесе қабылдамауға, мазмұны мен кіріс хабарламаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Есептік жазбаның жалпы мәртебесі. Бейнені жеке етіп сақтаңыз. Оны басқа пайдаланушылар көре алмайды. Белгілі бір пайдаланушының блоктауы нәтижесінде белгілі бір адамдар жеке ақпаратты көре алмайды. TikToktың барлық қолданушылары профиль туралы ақпаратты көреді. Сондықтан фотосуреттер, парақтың сипаттамасы, лақап аты және тағы басқа бала интернетте құпия деректерді, мекенжайлар, телефон нөмірлері, белгілі бір адамдардың есімдері және тағы басқа неге таратуға болмайтын мүмкіндігінше нақты түсіндірілуі керек. Баланың телефондағы TikTokты қалай бұғаттауға болады? Ең алдымен балалары интернетте болып жатқан барлық нәрселерге қызығушылық таныта бастаған ата-аналар телефонға ата-аналық бақылау бағдарламасын орнатып, құрылғыларды синхрондауы керек. Бұл кез келген уақытта баланың қандай мазмұнды көретінін көру үшін қажет. Сіз баланың телефонындағы TikTokын басқа жолмен бұғаттай аласыз. previous.tiktok.com мекенжайға жазыңыз, аккаунттың мекенжайымен модераторға өтінішіңізді қабарлау. Зерттеу нәтижелері, зерттеу әдістері, ақпарат көздерін талдау, сынып оқушыларына және олардың ата-аналарына сауалнама жүргізу, салыстыру, сұхбат, TikTok әлеуметтік желісіндегі қауіпті челлендждердің алдын алу бойынша ұсыныстар жасау. Сауалнама. Бірінші кесте TikTok деген не екенін білесің бе деген сұраққа 100% иә деп жауап берген оқушылар. Сіз осы әлеуметтік желіні қолданасыз ба? 82% иә деп жауап берген. Челлендж деген не екенін білесіз бе? 86% тағы да иә деп жауап берген. TikTok әлеуметтік желісін қалай пайдаланасыз? Тек бейне баяндарды қарау үшін деп жауап берген 69%. TikTok үшін бейнелерді қаншалықты жиі түсіресіз? 75% мен мүлдем түсірмеймін деп жауап берген. Қалғандары 10, 9, 3% бөлінген. TikTokта қауіпті челленджер туралы естідіңіз бе деген сұраққа 51% иә деп жауап берген, 49% жоқ деп жауап берген. TikTok өскелең ұрпаққа несімен пайдалы? Бұл жерде көпшілігі ойын-сауық үшін деп жауап берген, 60%. Сауалнама қорытындысы бойынша біз барлық жасөспірім балалар TikTok әлеуметтік желісі туралы білетінін және олардың көпшілігі оны пайдаланатынын білдік. Сауалнама көрсеткендей жасөспірімдер челлендж деген не және олар қауіпті болуы мүмкін екенін жақсы біледі, өйткені олардың көпшілігі бұл туралы бірнеше рет естіген. Біреулер TikTok әлеуметтік желісін тек бейне баяндарды көру үшін пайдаланады, біреулері осы желідегі челлендждерді іздейді. Ал бейне баяндарды түсіріп, оларды TikTokқа жүктейтіндер де бар. Мен 5-ші сұрақтың жауаптарынан кейбір балалар мұны күн сайын, тіпті күніне бірнеше рет жасайтынын көреміз. Көптеген жасөспірімдер үшін TikTok бұл ойын-сауық, сән құбылысы, өзін-өзі көрсету құралы,
Ал кейбіреулер үшін бұл тәуелділік және оны өздері мойындады. Ата-аналармен жасалған сауалнамада TikTok әлеуметтік желісі туралы сауалнамаға қатысқан балалардың ата-аналар не ойлайтынын анықтауға шешім қабылдадық және оларға 6 сұрақтан тұратын келесі сауалнаманы ұсындық. TikTok өскелең ұрпаққа пайдалы ма? 90% иә деп жауап берді. Балаңыз осы әлеуметтік желіні пайдалана ма дегенге 57% иә, 11% жоқ, 32% білмеймін деп жауап берген. Сіз жасөспірімнің қауіпті челленджі туралы естідіңіз бе дегенге 64% иә, 36% жоқ деп жауап берді. Сіздің ойыңызша TikTok әлеуметтік желісі жасөспірімдерге қауіп төндіруі мүмкін бе дегенге 57% иә, 43% жоқ деп жауап берді. Ата-аналармен сауалнама қорытындысы 5-ші сынып оқушылары мен олардың ата-аналары арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде біз барлық балалар мен ата-аналардың көпшілігі TikTok әлеуметтік желісінің бар екенін, челлендждер деген не екен және олардың қауіпті болуы мүмкін екенін білетінін анықтадық. Көптеген жасөспірімдер осы әлеуметтік желіні пайдаланады және ата-аналардың көпшілігі бұл туралы жақсы біледі. Барлық сұралған балалардың осы әлеуметтік желіге деген қызығушылықтары әртүрлі. Біреулер бейнероликтерді ғана қарап шығады, басқалар қызықты челлендждер іздейді, ал біреулері өздері түсіріп, оны TikTokқа салады. Мұны күн сайын тіпті күніне бірнеше рет жасайтын балалар да бар. Сауалнама көрсеткендей, сауалнамаға қатысқан ата-аналардың жартысы TikTok әлеуметтік желісі жасөспірім балаларға қауіп төндіруі мүмкін деп санайды. Олар бұл мәселе бойынша өз пікірлерінде әлеуметтік желінің жағымды жағынан гөрі жағымсыз жағы басымдау екендігін білдірді. Мектеп психологымен сұхбат TikTok жасөспірімдерге көңіл көтеруге, демалуға, эмоционалды стрессті жеңілдетуге, мектеп пен отбасылық мәселелерден аулақ болуға мүмкіндік береді. TikTok әлеуметтік желісінің көмегімен балалар өзін-өзі бағалауда, осы әлеуметтік желідегі мәртебесін арттыруды, өз парақшаларында көптеген ұнатулар мен жазушыларды жинай отырып бейнероликтер орналастырады. Олар азартқа беріледі. Жасөспірімдер TikTokқа бейнебаяндар түсіргісі келеді және бұл тәуелділікке айналуы мүмкін. Сондай-ақ TikTok әлеуметтік желісі жасөспірімдерге қауіп төндіруі де мүмкін екенін білдім. Оқушылар мен ата-аналарға арналған практикалық ұсыныстар. Ата-аналармен сенімді қарым-қатынасты ұстаныңыз. Ата-аналармен айналысып жатқан ісіңіз, қызығушылық, хобби, болашақ жоспарларды талқылаңыз. Өмірге күтпеген салдарға әкелуі мүмкін қауіпті челлендждерді түсірмеңіз. Артық қызығушылықпен ешқандай себепсіз челлендждер түсіргенше оқып біліміңізді арттырыңыз. Әлеуметтік желілердегі блогерлерге еріп, өз-өзіңізді таныту мен дәлелдеу, көрсету үшін челлендждер түсірмеңіз. Сонымен қатар өзіңіздің пікіріңіз бен көзқарасыңызды қорғай біліңіз. Өзіңіздің күніңізді нақты жоспарлауыңыз керек. Әлеуметтік желілерге уақыт бөлуге болатын кестені ұстануыңыз керек. Белсенді демалыс түріне назар аударыңыз. Спорт, би, онда әрдайым телефонмен бірге болу мүмкін емес. Сыртқы әлемде өзін-өзі тануды үйрену керек, содан кейін виртуалды әлемде қажет емес. Сіздің құндылығыңыз бен маңыздылығыңыз ұнату санымен емес, пайдалы іс-әрекеттермен, жақсы істеріңмен анықталатын есте ұстаған жөн. Интернет кеңістігі байланыс үшін қосымша ресурс. Сіздің шынайы өміріңізде сізді жақсы көретін, қабылдайтын және қолдайтын адамдар бар. Мұны бағалау керек. Қорытынды. TikTok-тың балаларға қалай әсер ететінін біле отырып, сіз тиісті қорытынды жасай аласыз және балаға қосымшаны жүктеуге және желіге тіркелуге тыйым сала аласыз. Бірақ сіз ертерек дүрбелеңге түспеуіңіз керек. Егер бала тек осы желімен танысуға ниет білдірсе, тыйым салмаңыз. Бірақ не істеуге болатынын және не істеуге болмайтынын нақты түсіндіріңіз. Уақыт өте келе TikTok-қа деген қызығушылық жойылып, бала әлеуметтік желілерден өздігінен бас тартуы мүмкін. Интернет нақты өмірге айтарлықтай кедергі жасай бастағанда мүлдем басқа мәселе. Бұл жағдайда түбегейлі шаралар қабылдау керек, бірақ сонымен бірге өте мұқият әрекет ету керек. Ұсыныстар. Біз TikTok әлеуметтік желісі үшін челлендждер бейнебаяндарын көруге және жасауға әуестігі бастауыш мектеп оқушылары арасында оң әсер етеді деп санаймыз. Егер ата-аналарға әлеуметтік желілердегі жасап жатқан жұмыстар туралы үнемі хабарлап отырса, ата-ана мен баласы бірлесе отырып бейнебаян түсірсе, ата-аналар балаңыздың әлеуметтік желідегі белсенділігіне үнемі қызығушылық танытса. Зерттеуіміз мақсатына қол жеткізілді. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызда қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта тағы да қызықты жобалармен таныстыратын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.